Жорықшылар қайта оралды. 2024 жылдың мамыр айының 19 жұлдызында Ұлы Дала жорығының 3-ші маусымы басталды. Дәл қазір дүбірлі дода мінекей басталып жатыр. Дәл қазір қасымыздан өтіп жатқан Астана қаласының қатысушылары. Жігіттер, жол болсын, сәттілік. Арасына 2 минутта салып командалар жолға шығып жатыр. Қарағанды облысының жігіттері кетті, Алматы облысының жігіттері кетті. Қыздардан құралған команда жолға шықты. Енді тұлпардың тұяғы сүрінбесін дейміз. Біз барша қатысушыларға жанкүйерлік етеміз. Шын жүйрік оссын, шын мықты мәреден көрінсін. Алға жігіттер. Жорықшылармен бірге Астанаға дейін бармақшы, бірақ велосипедпен, иә? Велосипедпен. Сіз жанкүйерсіз. Жүріп отырмын. Жанкүйермін мен. Бірінші, екінші жорықта 1200 жүріп өттім, екінші жорықта 1300 жүріп өттім, үшінші жорықта да осыған әдейі Париж Олимпиадасына кетіп бара жатқан Батумиден самолетпен ұшып келіп, осыған қатысып, қайттан Батумиге барып Парижге кетем. Ой, тамашаға. Жол болсын ал. Әумин. Болыңыз. Мынау жүргізбей. Жер батпақ. Көріп тұрсыздар, енді мына жаңбыр жауып тұр, жер батпақ, лайсаң, тіпті велосипедпен емес, жаяу жүрген адамның өзіне негізі қиындау, бірақ енді көріп тұрсыздар, ағамыздың жасы 64-те. Ой, мына шіркейлер жолға аттанып бара жатыр. Ағамызға қуат берсін дейміз. Ал жаңа қатысушылардың бәрін аттандырдық, кезек-кезек кетті. Енді артынан біз де барамыз, техникаларымыз жинап. Бұл біздің көлігіміз. Монтер спорт, біздің жүргізуші ағайымыз Арман. Қай жақтансыз аға? Астананың өзін. Астананың өзінен. Бізді енді осы батпақтың арасында 5 күн бойы тасиды. Шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, 1200 айдап тастаған адамбыз. Қазақтың жігіттері арыстан, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыстан, ақылды, білімді, данышпан, көк ту желбіреп көрінеді алыстан. Сай гүлдің сай болып өзіңе. Нағыз дода басталды мінекей. Жаңа біз енді көлікпен жігіттерден озып кеттік. Ана жақта Астана қаласының жігіттері, Ұлытау облысының жігіттері ақырын шабыспен келе жатыр. Енді дода басталған кезде олар қатты шаппайды ғой. Әлі алда 5 күн жүреді дегендей, сондықтан олар асықпай, баппен, аяңмен келе жатыр. Дәл қазір осы бізбен бірге жүрген топ мына бір алаңға жайғасып жатыр. Өйткені қазір бұл 50 шақырым болып есептеледі, ал 50 шақырымға жеткеннен кейін шабандоздар, аттар осы жерге келіп демалады. Шабандоздар түскі ас ішеді, тұлпарлар 2 сағат тынығады, медициналық бақылаудан өтеді деген сияқты. Дәл қазір міне алғашқы 50 шақырымды еңсерді. Аттардың алғашқы легі міне Шығыс Қазақстан облысының командасы келе жатыр екен. Қақ шіркін. Ей! Не деген шабыс мұнау? Алғашқы 50 шақырымды қалай өттіңіздер? Алғашқы 50 шақырым күн салқын, жақсы болды, кішкене жердің батпақ. Аттарға да өздеріңізге де жайлы болды. Өте жайлы, өте жақсы. Жаңа естіп жатырмыз. Бұл енді өткен жылдан қарағанда қысқа қашықтық болғаннан кейін аттар жарысып келе жатыр дейді. Иә, темп жоғары. Өйткені бұл 55 шақырым ғой. Былтыр 650 шақырымда бұндай темп болмаған. Мен 3-ші жыл қатысып жатырмын биыл. Иә. Биылғы темп жоғары. Әлі 450 шақырым бар. Енді аттардың күшіне қарай баяулайды ғой енді. Ертең бірсі күні. Бірақ енді алғашқы күн кішкене аттардың арыны қаттырақ болып келеді. Енді алғашқы 50 шақырым еңсердіңіздер ғой. Қай өңірдің аттары жүрісі жылдам екен? Біздің алдымызда Қостанай, Қарағанды өтті. Оның алдында Маңғыстау бірінші келген. Әзірше, иә? Иә, қазірше сол аттар. Бірақ енді алда әлі 4 күн бар. 4 күнде аттар да баяулайды. Иә, 4 күнде. Сіздердің де енді бір сақтап отырған өздеріңіз іштеріңізде бір техникаларыңыз, схемаларыңыз бар шығар. Әркімде бар ғой, иә. Ол өйткені әлі алдыда 450 шақырым бар ғой. Жаңадан 50 өттік. Ертең бірінші күні белгілі бола бастайды аттардың жағдайы. Ал мінекей, дәл қазір түстеніп алды жігіттер. Аттарды медициналық бақылаудан өткізді. Енді келесі 50 шақырымға аттанады. Бірақ осы алғашқы 50 шақырымда 2 бірдей команда жарыстан шет қалды. Оның бірі Алматы облысы, ал екіншісі Шымкент қаласының командасы. Енді бізге нақты себептерін айтпады, бірақ
білуімше енді аттар дайын болмаған сияқты. Және де бір айта кететіні, мынау Қызылорда және Абай облыстарының командалары бір атқа кем қалды. Енді олар 4 атпен жарысты жалғастыратын болады. Ал дәл қазір мінекей командалар екінші 50 шақырымға кетті. Ал жігіттер, жол болсын. Сонымен бірінші күннің 100 шақырымын алғаш боп бағындырған командалар келіп жатыр. Мінекей бірінші болып Шығыс Қазақстан облысының командасы, екінші болып Маңғыстау облысының командасы мәресіздігін кесіп өтті. Ендеше қазір шабандоздар мен сәйгүліктердің жай-күйін барып білейік, көрейік. Өте керім жағдайда өттік. Өте ойдағыдай. Жоспардағыдай. Өзіміздің жоспарымыздағыдай шығып, осы тренерлердің бәрі мәз болып, аттарымызға да риза болып. Осы бірінші дүз еді ғой негізі. Аттар шаршататын, бұдан кейінгілер кішкене жеңілдеу болады ғой. Аттар өзі шынық болады. Демек алғашқы 100 шақырымда нағыстан алатын шақ. Алғашқы 100 шақырымда тоқ болады, аттар кейде бабы келмей тұрады. Сондай кездері атқа сразу бір күнде дүз беру оңай емес қой. Енді аға, мынау қазір көпшілігі білмейді. Қазақта ер азаматтар басына шыт тартып алған. Неге? Соны бір айтып өтейікші. Шыт орамал тартып алғанда бұл кезінде күн өтпесін деп атамыз осылай үйретіп тастаған. Басынан күн өтеді, шөпте жүресің, малда жүресің. Сон бәрімізге басымызға орамал тартып үйретіп тастаған. Енді үйреніп қалған орамал болғасын, оны біреудің көзіне ұнамайды екен демейміз ғой. Сол өзіміз тағып жүрген ыңғайлы көреміз. Қай өңірге жанкүйер болыпсыз? Біздер Орал ғой. Батыс Қазақстан облысы? Батыс Қазақстан облысы. Сіз жетекші жоқ әлде осы командаға болысып жүрген? Жоқ, жанкүйерсіз? командамен біргеміз, бірге келгенбіз. Аллаға шүкір, енді өзімізге сеніп келгенбіз. Осы Оралдың несіне шауып отырмыз. Енді аға, мынау бар ғой, мен негізі көзіме түскен мына сіздің шекпеніңіз алыстан қарағанда. Қайдан келген шекпен еді? Атамыздан қалған шекпен ғой. Атаңыздың шекпені ме? Сол бәсе бір көзге көрініп тұрды, ерекше екен. Енді Отпан таудың төбесінде қанша отырған шекпен ғой осы. Бұдан мал, жылқы, жел өтпейді. Жел де өтпейді, жаңбыр да өтпейді. Су да өтпейді. Осы суық та өтпейді, ештеңе де өтпейді. Сол желге қарсы болып, біздерде жел көп қой, мықты ғой жел. Қанша жыл болған бұл шапанға сонда? Енді білмеймін, ол аңыз, бірақ ар жағынан көптен келе жатыр. Бұл шапанның жасын білмейсіз ба? Жоқ, ат үстінде тұрып жүргенде тізе мен белден өтпеу керек қой. Мына тізені жабады, ат үстіне мінгенде. Тізені жабады, бәрін жабады ғой. Тізені жабады, тізеден өтпеу керек, осын белден өтпеу керек қой ат үстінде. Ат жолдан келгенде қысылып келді. Бүгінгі жарыс, биылғы жарыс марафоннан несі жылдамдығы өте қатты болды, жоғары. Содан сол аттардың көбісі қысылып келе жатыр да. Соған енді укол салмай осылай табиғи жолмен. Сонда судың дауысын естіген кезде? Судың дауысын естігенде өзі қысылған ат, денесін босықтап қалай айтсам болады, зәрін шығарады ғой, дәрет сындырады. Керемет, мынау енді Павлодардың табиғатын көріп келе жатырмыз. Келі керекудің. Керемет барлығы. Қазақтың кең даласын сөзбен айтып жеткізе алмайсың ғой. Табиғатқа тамсанып бір жағынан жарысып. Жарыс бар, одан мынау керемет жерлерді аралап саяхат қой бұның бір несі. Анау жаңа қазір бәрі машинаға үйреніп алды. Өзіміздің мынау жергілікті аттар уже шеттетіліп бара жатыр. Қазіргі бәйгелерге таза аттар қосады барлығы. Бұл өзіміздің қазақ жылқыны көтерудің бір мақсаты ғой. Мысалы, бірінші жылдан бері қатысып келе жатырмыз. Уже қанша команданың бәрімен таныс болып қалғанбыз. Жылда бір рет жолығып тұрамыз. Қалайсың бауырым деп кәдімгі бұрыннан араласып жүрген адам сияқты болып кеткенбіз. Енді жол үстінде бұл адам жақындастырады ғой. Сапар өзі адамды танытады бір-бірімен. Анау атың барда желіп жүріп жер таны дейді. Асың барда беріп жүріп ел таны дейді ма? Сонымен ұлы дала жорығының бірінші күнінің қорытындысы мінекей біз 100 шақырымды еңсеріп, Екібастұз қаласына жетер-жетпес 20-25 шақырымның мөлшерінде осы жерге орналастық. Енді қатысушылар осы жерде түнейді, демалады. Таңертең сағат 7-де қайтадан жорыққа аттанатын болады. Бірақ жарыстан шығып қалғанда командалар бар. Олар бағана айтып өттік. Алматы облысы, Шымкент қаласы және де жаңа ғана
бізге хабарлады. Қызылорда облысының командасы жарыстан шығып қалған екен. Енді жарыстағы командалар қалған 400 шақырымды еңсеруге тырысатын болады. Сегодня приветствуем героя дня, показавшего лучший результат сегодняшнего дня. И им сегодня является команда Восточно-Казахстанской области. Алланың қалауымен бірінші болып жатыр екенбіз. Енді Алла тағала соны ақырғы осы нәтижені болуға нәсіп етсін бізге. Сол емес па мана? Ассалаумағалейкум ағайындар, әлем мен. Осы командада болғаннан кейін мен Ұлы Дала жорығына 2022-де болдым, 23-те болған жоқпын. Бұл енді мына Шығыс Қазақстанмен бірге осы Ұлы Дала жорығына қатыстық. Міне бүгін бірінші рет, бірінші күн ғой, бірінші жыл болып келдік. Алланың қалауыменен. Енді бұл жерде аттың жағдайына қарап жүріп келе жатырмыз. Бір қатты бір жүрісте болған жоқ, қарқында болған жоқ енді. Осымен бірінші күнді қорытындыладық. Бірінші кезең бойынша жүлдені алған Шығыс Қазақстан облысы. Енді қатысушылардың бәрі бүгін демалады. Ертең таңғы 7-ден келесі 100 шақырымды еңсеруге аттанады. Ендеше қатысушыларға сәттілік тілейміз. Бізбен бірге болыңыздар, қызықтың бәрі алда.